Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Перзент ата-анаға Алланың берген аманаты, әрі сыйы. Халық даналығында ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Кез келген қоғамның келешегі ұрпақ тәрбиесіне байланысты. Асыл дінімізде бала бұл өмірдегі үлкен нығмет әрі сынақ ретінде қаралады. Қасиетті Құранда күллі аспан әлемі мен жердің бар билігі мен иелігі бір Аллаға тән. Ол қалағанын жаратады, қалағанына қыз сыйлайды, қалағанына ұл сыйлайды. Яки қалағанына ұл мен қызды бірге береді. Сондай-ақ қалағанын бедеу етеді. Шура сүресі 49-50 аяттар деген. Аятта баяндалғандай аманатқа қиянат жасаудан аулақ болып, ұрпағымыздың бойына ұлттық тәрбиені, имандылық қасиеттерді сіңірсек, халқының әдеп салтын жақсы білетін, ата-анасын сыйлайтын, ел үшін еңбек ететін перзенттеріміз көп болары сөзсіз. Ұлтыңды тәрбиелеймін десең, ұлыңа, халқыңды тәрбиелеймін десең, қызыңа тәлім бер деген сөз бекер айтылмаған. Бұл сөздің астарында үлкен мәселе жатыр. Өйткені қыз болашақ ұрпақтың анасы. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімнің 3 қызы болып, оларға дұрыс тәрбие берсе, маңдай терімен тапқанына киіндіріп бақса, олар қыздарын тәрбиелеп өсіргені сол үшін тозақ отынан қалқан болады деген. Қазіргі таңда қыздардың тәрбиесіне аса мән беруге тиіспіз. Қыз баланың абыройы мен ары, өзіне сай сымбаты мен сырын сақтап, қырық үйден тыйым даярлау қажет. Яғни қыз бала үйдің бояуы. Қыз баланы тәрбиелеу бір адам емес, бәлкім бір ұрпақты тәрбиелеу. Салихалы қыз ғана ұлт болашағын баянды ете алады. Қыз бала мен әке арасында қарым-қатынас жасаудың өзінде нәзіктік символы бар. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қыз балалардың қадір қасиеті жайында былай деген. Қыздар мейірімді, игі жандар. Бір қызы бар адамды Алла тағала тозақ отынан сақтайды. 2 қызы бар адам солардың себебімен жәннатқа кіреді. Ал 3 қызы бар немесе қыздары секілді кіші қарындастары бар адам оларға қамқоршы болса, оның мойнынан жихад пен садақаның жауапкершілігі түседі дейді. Тағы бір хадисінде дүниеге қыз келген уақытта Алла тағала ол жерге періштелерді жіберіп, сәлемін айтып, мына үйдің тұрғындары сендерге сәлем болсын дейді. Періштелер қанаттарымен жаңа туылған қызды қорғаштап былай дейді. Қандай әлсіз, қорғансыз еді. Әлсіз денеден шықты. Егер әкесі оны тәрбиелеп өсірсе, қияметке дейін оған Алланың жәрдемі болады. Шындығында қыз тәрбиесінде абыройы мен ар-ұятын сақтауы, келешек өміріне даярлығы ата-анаға оңай болмайтынының дәлелі. Қазағымыздың дана сөздерінде ұл тәрбиелесең әулетті тәрбиелегенің, қыз тәрбиелесең ұрпақты тәрбиелегенің деп айтқан. Әбу Хурайра оған Алла разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімнің үйінде қыз бар болса, ол үйге күн сайын көктен 12 береке түседі. Ол үйге періштелер тынбай үздіксіз келіп тұрады. Әрбір күн, әрбір түн сайын олар сол қыздың ата-анасына 1 жылдық құлшылықпен тең сауап жазып отырады деген. Айша анамыз оған Алла разы болсын, бір күні маған пақыр кедей әйел 2 қызымен келіп тамақтандыруын өтінді. Мен олардың әрбіріне 1 құрмадан бердім. Әйел өзіне тиесілі құрманы аузына сала бергенде, балалары құрма берші деді. Құрманы өзі жеместен 2-ге бөліп қыздарына берді. Бұл жайт мені қатты әсерге бөледі. Мен оны пайғамбарымызға, оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, айттым. Сонда Алланың елшісі, оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, шын мәнінде осы әйелдің істеген жақсы ісі үшін Алла оны жәннатқа кіргізіп, тозақ отынан аман сақтайды дейді. Демек, қыз бала әке-шешесінің жәннаты, тозақ отына қалқан. Міне ислам бізге оның мәртебесін осылайша баяндайды. Сондықтан, үйімізге қыз келсе, ол үшін қуанып, Аллаға мадақ айтуымыз керек. Әрине оның өскенде тәрбиесі әке-шешесінен сұралады. Солар жауапты болады. Күндердің күнінде жаңа үйленген жас жұп ауылдан қалаға көшіп жаңа пәтерде тұра бастайды. Екеуі біршама уақыт ешкімге пәтер есігін ашпаймыз деп бір-бірімен келіседі. Кенет ертесі күні есік қағылады. Екеуі есікке жақындап, көздіктен қараса жігіттің ата-анасы екен. Екеуі келіскен бойынша есікті ашпайды. Ертесіне тағы есік қағылады. Бұл жолы қыздың ата-анасы болып шығады. Қыз жігітке ашуды өтініп жалбарынады.
Жігіт есікті ашып, ата-анасын жақсы күтіп алады. Содан арада біраз жылдар өтеді. Әлгі екі жұптың қатарынан 4 ұлы болады. Жақында ғана отбасы үлкейіп, қыз баласы дүниеге келеді. Әкесі дүркіретіп той жасап, үйіне жақын қонақтардың барлығын шақырып, балаға қуанып жүреді. Мұны сезген достары оған: «Сен бұған дейін 4 рет ұлды болдың. Олардың ешқайсысына мұндай дастархан жаймадың. Енді қызды болып едің, ерекше қуанып жатсың. Мұның сыры неде?» деп сұрайды. Сонда ол: «Себебі ертең мен үйге келгенде бірінші болып есікті ашатын қыз дүниеге келді» деген екен. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.